кезінде қалада барлық аудандарда индустриялық аймақтар құрылды. Оған бюджеттен біршама қаражат кетті, бірақ өкінішке орай оның нәтижесі әлі күнге дейін аз. Жаңа айттым 39%. Осы бойынша өткен жиындарда мен тапсырма берген барлығына зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оның келешегі барын қалдыру керек, ары қарай дамыту керек. Қалғандарын басқа мақсатта ықшамдау керек. Аудан әкімдерімен бірлесіп, аудан әкімдері бұл тарапта сіздерге де тапсырма берген болады. Өкінішке орай оның көбісінде ашып жалғасы жоқ. Қаншама мемлекеттің қаражаты кетті. Кезінен оралып жасалынды, ондай келешекте қою керек негізі. Оның ішінен таңнап тиімді деген аудандарда осы жұмыстарды жүргізуге қалды. Бұл орындарды басқа мақсаттарда пайдалану керек, заңға сәйкес. Соған байланысты аудан әкімдері ұсыныс берді. Диссертация осыны сіз үйлестіріңіз. Зерсалғы бақылауға өткенде мен мұны айттым, шынында да бұлай жатқан болмайды. Қазақша айтқанда обал еді. Қаншама қаражат кетті. Әр ауданда болу керек деген мақсаттың. Оның қажетті жоқ шынында. Өндіріске ыңғайлы дамытуға, шағын орта кәсіпкерлікті дамытуға ыңғайлы аудандар өзі белгілі ғой. Сол аудандарда осыған күш салу керек. Ал бізде біреу жасаса, бәрі жасау болса, олай болмайды. Осыған байланысты, осыған зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нақты өзгерістер енгізу керек, дұрыс нәрсеге пайдалану керек. Болмаса, үй салуға керек, өйткені барлық инфрақұрылым, барлық әлеуметтік нысандар салынуда. Сол бойынша ойланып, ауданда